Ala Rasulillah. Бүгін енді Алла қаласа кешегі сабағымыздың жалғасы. Кеше біраз біз осы өлген кісіге қатысты мәселелерді не істей аламыз, өлгендерді шариғат бойынша қалай құрметтеледі деген тақырыпта біраз айтып өткенбіз. Жалпы кейінгі кезде бұл нәрсені білу тек қана өлгендерді қалай құрметтейміз деген тақырыппен ғана шектеліп қалмайды. Шынымен де ертеңде біз өзіміз соған баратынымыз рас. Әрбір адамға бұл үшін ақиқат нәрсе. Сол үшін Құранда да өлімнің бір атын ақиқат деп атаған, яқин деген сөзбенен. Ол сөз біздің тілімізде де бар, айқын деп келген. Яғни уъбуд раббака хатта яътиякал яқин дейді. Саған айқын жеткенше Құдайыңа құлшылық қыл деген аят бар. Оның мағынасы яғни саған өлім жеткенше Құдайыңа құлшылық қыл деген мағына болатын. Сол үшін бұл нәрсе тек қана біздің өлгендерге ғана пайдалы деп есептемейміз. Бұл нәрсені бұл өзіміз үшін де пайдалы болып табылады. Ертең ол шынымен де біздің басымызға келетін нәрсе. Соны өзіміз біліп жүрсек, өзгелерге білдіріп жүрсек, онда шынымен де бұл неден өтерде де сол кішкене шариғатқа сәйкес өтуімізге мүмкіндік табуымызға жағдай береді екен. Біз кеше сол анау біраз тақырыптар өтіп кеттік. Талқин деп қоямыз, жаңағы өлетін адамға ла илаханы айтқызу, одан кейін ta'ziya, өлгендердің жаңағы жақындарына сабырлыққа шақыру, енді жаңағы көңіл айту дейді бізде. Оның дұрыс жолдары шариғат бойынша қандай сөз айтылуы керектігін соны айтып кеттік. Одан кейін жаңағы егер өлген жерде көз жылайтын болатын болса, жылаудың екіге бөлінетіндігі, қайсы шариғат бойынша рұқсат етілетіндігі, қайсы шариғат бойынша рұқсат етілмейтіндігі тақырыптарда біраз қозғап кеттік. Одан кейін өлген кісі туралы ол кісінің жақсы жақтарын ғана айтуға мәселесін айтып кеттік. Егер ол мұсылман кісі болған болатын болса, одан кейін өлікті сүйген ешқандай айыбы жоқ. Ясин сүресі өлікке оқылатын болса, қалай оқылу керек, қай кезде оқылу керек, не мағынада оқылу керек, сонысын да біраз біз қозғап кеткенбіз. Одан кейін өлер кезде жақсы ойда болу Аллах Тағала туралы, одан кейін оны кебіндеу, оны жуу деген мәселелерді, оны көтеру, оның жаназасын оқу, мәйітті қабірге қойғандағы дұғалар, қабірде қойып болғаннан кейінгі дұғалар, және қабір зияратын біз айтып өткенбіз. Бүгін енді сабағымызды жалғастырамыз Алла қаласа. Енді келесі нәрсеміз мына өлген жердегі тамақ мәселесі. Енді бұл бізде жиі болып кетті. Шынымен кей кезде сондай үлкен кейбір жерлерде салмақта тұрып жатыр. Өлген жерде дастархан жайылуға бола ма, болмай ма деген мәселелерде біз білуіміз керек. Енді әрбір мұсылман, естеріңізде болсын, әрбір мұсылманмын деген адам, бұл мұсылманшылықтың бір жақсы жері бар. Ол ілім іздеуге деген құлшынысы болу керек. Әрбір мұсылманда кемі аптасына 1 сағат сенде айтқанда ілімге уақыт бөлетін болуың керексің. Кемі аптасына 1 сағат. Өйткені бізге түскен Аллах Тағаланың кітабының ең бірінші аятының өзі, ең бірінші бұйрық адамзат баласына берілген бұйрық не? Иқра бисми рамбикаллази халақ, оқы жаратқан Раббыңның атымен бастап оқы деген. Және де аятта келеді: иннама яхшаллах мин ибадихил улама, Құдайдың құлдарының ішінде Құдайдан көп қорқатындары білушілер деп келген. Яғни дұрыс білім Құдайдан қорқуға алып келеді. Егер ол білімді біз шынымен Аллахтың разылығы үшін алған болсақ, ол білімді Құдайдан қорқу үшін алған болсақ, дінді жеткізу үшін алған болатын болсақ. Және де осы тұрғыда айтып кетеміз, сондықтан дінді ұстаған кезде өте сауатты ұстауға тырысуымыз керек. Аллах Тағала сол үшін Құранда айтты: ла тақфу ма лайса лака бихи илм. Еш уақытта білімің болмаған нәрсенің соңына ерме деді. Әрбір амалдың алдында ілім тұру керек екен. Сол үшін егер әрбір амалдың алдында ілім тұрмаса, әл-амалу биля илмин джинаятун дейді ғалымдар, ілімсіз амал жасау қылмыс болып табылады. Бұның мысалы хирургияны оқымаған, бірақ адамға соғыршек болғанға операция істеп жатқан адам сияқты да. Ал дін одан да күрделі нәрсе. Дінде үлкен жауапкершілік бар, бұған үлкен сауаттылық керек. Дін өте оңай негіз. Дін өте оңай. Бірақ дін қиын емес, бірақ ол ойын емес екен, естен шығармауымыз керек. Сол үшін бұл нәрседе, бұл дін стануда жәннатқа кіру үшін, дозақтан құтылу үшін, оны 99-дағы кемпір мен шал да істей алады, оны 9-дағы бала да істей алады. Сонда діннің қағидасы оңай. Тек қана бұл жерде бір бейберекеттікке, ғапылдыққа, сауатсыздыққа бойырмаса болды. Істеп жатқан ісіміз Құранда бар ма, жоқ па, соны қадағалап отырсақ, сүннетке сәйкес па, сәйкес емес па, соны қадағалап отырсақ болды. Ар жағын көп қиналудың қажеті жоқ. Өзінің тура жолда келе жатқанын білу үшін 3 қағида бар, соны білсеңіздер болды. Діннің егесі Алла, пайғамбар жеткізуші, менің міндетім атқару болды.
Оған жаңалық енгізу анау біздің міндетіміз жоқ. Біздің міндетіміз білгенімізді атқару болып келеді екен. Сол үшін де бұл дін валақат саррафна фи хазал китаб мен күл мәсәледе күледі ғой. Біз Құранның ішінде бүкіл нәрселерді айтып кеткенбіз дейді. Сол үшін Құранда бүкіл нәрсе қамтылған. Соның ішінде осы өлген кісіге қатысты мәселелер, өлікті жөнелтуге қатысты мәселелер болып отырған. Және сабақта мұқият тыңдауға тырысыңыздар. Аллахтан шынымен де ниет қылыңыздар. Аллахтан бізге хайырлы ілім берсін, ақиқатты ақиқат қылып көруді нәсіп етсін, және соған еруді нәсіп етсін, өтірікті өтірік қылып көруді нәсіп етсін, және одан сақтануды нәсіп етсін. Аллах тағала бізге дүние ақыретіміздің жақсылығын алып келетін білімдерді нәсіп етсін деп Аллахтан сұрап отыруымыз керек. Өйткені Аллах тағала өзінің сүйікті құлы пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның өзіне Құран аятында Құл айт деді, Рабби зидни илма, ей Раббым білімімді арттыр деп сұрады екен. Егер пайғамбардың өзіне солай сұрауға бұйырған болса, онда сіздер де естен шығармаңыздар, әрбір намаздарыңыз соңында, сол өмірлеріңізде дұға қабыл болатын жерлердің дұғаларының арасына Рабби зидни илман деп сұрап жүріңіздер, ей Раббым ілімімді арттыршы, ей Раббым ілімімді арттыршы деп сұрап жүріңіздер. Өйткені бұл мұсылманшылықтың күші де қуаты да сол білімде жатыр. Осында жатыр. Сол үшін мұсылмандықты әлсірету үшін де оларды Құранға жақындатпау керек болған. Бұрынғылардың қағидасы өзі сондай болған. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам кезінде тұсында өмір сүрген адамдардың өздері айтқан, адамдар пайғамбардың соңына еріп кетпеу үшін оған мына нәрсені істеуіміз керек. Қалаллазина кафару, кафирлер айтты дейді, ла тасмау ли хазал Құран, Құранға құлақ салмаңдар деген да. Құранға құлақ салып қойдың, бітті мұсылман болып кетесің деген сөзді. Бізде де қазір сондай, Құранымыз Құран болып қалды. Болмаса, егер ләж жоқ Құранға құлақ салатын болсаң, валғау фихи лағыңдар дейді да, темадан шығып кетіп отырыңдар. Лааллакум тағлибун, мұсылманды жеңетін жол осы ғана дейді. Мұсылманды тек қана осылай жеңуге болады дейді. Қалған нәрсемен еш уақытта мұсылман жеңуге болмайды. Мұсылманды жеңетін нәрсе мұсылманның жаңа Құранын оқымау, Құранға құлақ салмау, оны тыңдамау, өйткені Құранның іші толған ақиқат. Ал Құран қазір көп адам үшін тек қана өмірдің музей, ал Құранды экспонат қылды. Оны үйіне сервантқа қойып қойғанына, қапшыққа салып кілемнің төбесіне іліп қойғанменен мұсылмандықпен шектеліп қалды. Бірақ Құран ішімен олақад яссарнал Құран али зикри, Құранды біз еске алу үшін жеңіл еттік дейді. Оны оқысақ, үйренсек, әрбіріміздің столымыздың үстінде қай жерде боламыз? Столымыз үстінде біз түсіне алатын тілде Құранның аудармасы, арабша түсінсек арабшасы, қазақша түсінсек қазақшасы, орысша түсінсек орысшасы, өзбекше түсінсек өзбекшесі біздің столымыз үстінде тұратын болған жақсы. Өйткені Құранды оқыған сайын біз көп нәрсені түсінеміз, түсінбей жатқан жерімізді білмегелерінен сұрауға мүмкіндіктеріміз